Сәлеметсіздер ме? 46-шы сабақ сұраулы сөйлем. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Дастан сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен "Мені шақырған кім?" деп айғайлады. Оған күн күлімдеді. Оған кішкене құс әндетіп сайрады. Оған қызыл шие сабағын иіп, жемісін ұсынды. Мәтінде Дастан деген бала туралы ол сабақта отырған кезде қайта-қайта терезеге қарап бір нәрсеге алаңдаумен болған. Сабақ бітісімен далаға шыққаннан кейін бұл жерде енді ары қарай күннің күлімдеуі, оған кішкене құстың ән сайрауы, қызыл шиенің сабағын иіп жемісін ұсынуы кейіптеу болып табылады. Демек, кейіптеу дегеніміз жансыз затқа жан бітіру. Бұл жерде қиял ғажайып оқиғаны көреміз. Енді "Мені шақырған кім?" деген бұл бізде сұраулы сөйлем болып табылады. Өйткені сұраулы сөйлемнен кейін бізде әрқашан сұрақ белгісі қойылады. Демек, сұраулы сөйлем дегеніміз бір нәрсе жайында сұрап білу мақсатында айтылған сөйлем. 38-ші жаттығуда берілген мәтінді мұқият оқиық. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып, сурет салуға кірісті. Кенет "Осындай кемпірқосақ бола ма екен?" деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. "Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін, сенімен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін." "Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін, ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін." Тапсырмада мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жазуымыз қажет. Енді жаңа жоғарыда айтып кеткендей, мәтіннен сұраулы сөйлемдерді сөйлем соңына қойылған сұрақ белгісі арқылы бірден оңай табамыз. Демек, "Осындай кемпірқосақ бола ма екен?" Бірінші сұраулы сөйлем. "Амансың ба, балақай?" Екінші сұраулы сөйлем. "Қалай бояу керек екен сен қайдан білесің?" Үшінші сұраулы сөйлем. "Сонда қалай?" деген төртінші сұраулы сөйлем. Яғни мәтінде 4 сұраулы сөйлем бар. 39-шы жаттығу өте оңай. Төмендегі сұрақтар бойынша порталасыңмен диалог құрастыр дейді. Демек, сұрақтары дайын берілген, соған жауап жазасыздар. Мысалы, "Нешінші сыныпта оқисың?" "Мен 2-ші А сыныбында оқимын." "Сабақтарың сағат нешеде басталады?" "Біздің сабағымыз таңертең сағат 8:00-де басталады." "Сабақтан кейін не істейсің?" "Мен сабақтан кейін үй жұмысымды орындап тастаған соң би үйірмесіне барамын. Ұлдар мысалы футбол үйірмесіне барамын" деп жауап жазуларыңа болады. 40-ші жаттығу. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз дейді. Бірінші сөйлем. Толқын кітапханадан кітап алды. Толқын кітапханадан кітап алды ма? Келесі. Ол көп оқиды. Ол көп оқи ма? Әжесіне ертегі оқып береді. Ол әжесіне ертегі оқып бере ме? деп сұраулы сөйлемге айналдыруымызға болады. Және толқын кітапханадан не алды? Ол қалай оқиды? Әжесіне не оқып береді? деп те сұраулы сөйлемдер құруымызға болады. 41-ші жаттығуда суреттер бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар дейді. Бұл жердегі балалардың суретіне қарай отырып, балаларға ат қойып алсаңыздар, сіздерге сұрақ құрастыру өте оңай болады. Мысалы, бірінші. Омар не істеп отыр? Айнұр мен Айша қайда отыр? Омар мен Әсем қайдан келе жатыр? Әрсен мен Айнұр қайда бара жатыр? Немесе Әрсен мен Айнұрдың қолдарында не бар? Әрсен қандай үйірмеге қатысады? Айнұр қандай үйірмеге қатысады? Айнұр қандай аспапта ойнай алады? Міне осындай көптеген сұрақ құрастыруға болады.